Ардақты ағайын, бұл бірге таңдаймыз бағдарламасы және де өздеріңізбен бірге автоәуесқой Айдары. Автокөліктің, яғни чехолын бірге таңдаймыз. Оны қалай тігу керек, қалай пішу керек, қалай өлшеу керек, соның барлығын жақсылап тұрып түсіндіріп айтып беретін Айнаш Бөлегенова ханым. Айнаш ханым, көңіл-күйіңіз жақсы деп ойлаймын. Тамаша. Енді біз бүгін алдымызда арнайы автокөліктің өзі құралы орындығы тұр. Енді оны қазіргі кезде күн суық кезінде адамдарға жылы болу үшін осындай өздеріне ыңғайлы тұстарды тігіп жатады. Оның техникасы әртүрлі. Онысы жақсы білесіз. Соны айтып өтсеңіз көріңіздерге. Ең бірінші біз пішімін аламыз. Оны былайша айтқанда мына жай салафанмен оңай болу үшін қойып, асықпай. Яғни алдымен біз осындай қарапайым салафанға бастырып аламыз, Бастырып аламыз. Лекала деп айтамыз ғой, енді пішімі. Етіп, сызып, әр өзінің несімен. Өлшемін өлшеп аламыз. Өлшеп аламыз. Яғни оның алдын ала, біз оны қарап отырсаңыз, сызығын, мынау орындығын бір бөлек, және де мына көрермендерге айтып өтейік, мына екі жанындағы, мына бір қалай деп айтсақ болады, бөлігін мына жерге бөлек сызып алады екенбіз. Оны өздеріңіз байқап отырсыздар. Яғни екі сызықты алып алдық, ортасын бөлек қылып жаздық, оны сыздық. Кейін келесі біздің жұмысымыз. Енді бұны демлеп қиып аламыз да, матаға түсіруіміз керек. Сол үшін мынаны аламыз. Қарап отырсаң, мен ең бірінші, әрине әркім білмей жатады ғой, бірақ менің ойымша матаға түсіреді деп ойлап едім. Сіздер қарапайым кәдімгі салафанға бастайсыздар, өйткені ол ыңғайырақ болады ғой, сосын барып матаға бастырасыздар. Осы жайында сұрақтарыңыз болып жатса, өздеріңіздің жадыңыздан кеңестеріңіз болса, біздің барлық әлеуметтік желі және де Инстаграм парақшамыз сіздер үшін жұмыс жасауда, хабарлассаңыздар болады. Және де 55-37-76 байланыс нөміріміз тікелей эфир уақытында қосылып отырады. Енді біз бүгін көліктің тысын тігудеміз, пішіп көрсетудеміз. Бірінші салафанға бастырғаннан кейін матаға кірсеміз бе? Матаға кірсем. Қандай маталар көбінесе сұранысқа ие? Ол әр адамның өзінің сұрауына бойынша алынады. Автовелюр деп жатамыз. Сосын тұсына қарай өздері таңдап алады. Одан кейін мына жіптің де тұсын өздері таңдап алады. Қиып алған салафанымызды қазір матаның үстіне біз қойып, бастырып, оны қиып алсақ, жақсы кірсек іске. Оған арнайы 1 сантиметр артықтау аламыз ба? Артықтау аламыз, өйткені ол тігіске кетеді. Тігу үшін. Запаспен. Міне, көрдіңіздер ма, көрермендер? Енді бұл бірінші үйренбегендіктен сызып алуға да болады. Ал қолмен көз үйренсе, оңайырақ дейсіз ғой. Оңайырақ ала береміз. Өйткені бұл көлік өте көп кездесе, сондықтан біз оған тез жылдам тігіп. Қолдарыңыз үйренген, көздеріңіз үйренген. Енді мында мысалы ортаны алып алдық. Бұның негізі орындық екеу болғандықтан бұны екеу аласың. Бұл матаны алып болғаннан кейін астына мынандай поролон қойылады. Бұл орта болғандықтан, мынандай ром тігілетін болғандықтан, бұл кішкене қалыңдау болу керек. 1 сантиметрлік поролон аламыз. Бұны да осының өлшеммен, бұған да 1 сантиметр жоғы запаспен алынады. Поролондардың сантиметріне, миллиметріне мән бересіздер ме әлде? Мән береміз. Мынаның ортасына біз 1 сантиметрді қолданамыз. Ал мына жанында алған бөлек өлшеміне біз мынадан жұқалау 0,5 деген поролон аламыз. Мынау 1 сантиметр болса, 1 сантиметр. түсінікті, өйткені мынау сәл төмпешік болып шығып тұрғаннан кейін, біз оған 0,5 сантиметрлік алады екен. Жұқалау болу керек. Оның үстіне мынаған көп салмақ түсетін болған екен, бұл кішкене қалыңдау болған. Түсінікті. Міне осылай дайындалып, енді мынаны сызып аламыз да, сосын барып тігіске кірсеміз. Қазіргі кезде қандай түстер және де қандай осы тігістер сәнге кіруде? Мына ромб негізі неден қалмайды, классика деп көп ел ұнатады. Егер де тапсырыс беретін болса, көрермендер, біздің көрермендеріміз қанша күнді алады? Қанша күнде дайындап боласыздар? Ұсыныс болса, негізі бұл бір күнде бітпейтін тірлік, өйткені жұмысы көп болады, бірақ берген сұранысқа байланысты болады. Енді бағасына қоя болмаса, әрине баға әрқалай, бірақ жұмысыңызды есептеп отырған кезде, орта есеппен алған кезде қанша?
шамамен алғанда? Шамамен алғанда бір 35-тен 80 мыңның арасында жүреді. Бізде өзінің маманы Айнаш ханым қазір көліктердің тыстарын тігуде. Яғни оның барлығын біз пішуді, лекалы жасауды көрсетіп өттік. Енді біз мынандай классикалық ромбтың тігу тәсілін көрсететін боламыз, е? Иә, жаңа алдын ала дайындалып алдық қой, сызып, матаны, поролонды, содан кейін ромбты сызып алып, соны енді тігеміз. Бұл киім тігетін машинкаларға ұқсамайды ғой деймін, Қалындап болғаннан кейін осындай қалын тігетін машинка. Айнаш ханым, сіз екі рет жүріп өтудесіз? Оның да бір сырын айтып өтсеңіз. Екі рет әдемі көрінеді, оның үстіне жаңағы ромбтың шығып тұрғанына да өте әсер етеді. Мынандай қара матаға, мынандай алтын түстес, ақ түстес жіппен арқасына әдемі қошқар мүйіздің ою өрнектерін салғанды көріп жүрем. Қаншалықты қиындық тудырып жатады? Әлде болмаса сізге оңай ма? Қиындық тудырмайды, ол бәрі істеуге болады. Болады, е? Тамаша. Міне, өздеріңіз байқағандай, арнайы тігістерді пайдалана отырып, е? Зигзаг тәріздес тігіс деп атайды. Соны пайдалана отырып, осындай мұндай тыстарды да байқап отырмыз. Егерде тапсырыс берем дейтін жандар болса, біздің бірге таңдаймыздың парақшасынан арнайы Айнаш ханымның өзінің жасаған жұмысын кейін көретін боласыздар. Жалғастыра беріңіз. Қандай жіпті пайдаланасыз көбінесе? Ол да жаңа көліктің ішіндегі кожасына, салонына байланысты. Мына мысалға үзілмейтін қатты жіп. Да. Жилка жіп деп атай ма, әлде болмаса қандай жіп бұл? Армированный дейді. Мынаны жібек жылы жіп деп айтады. Оны бүйтіп астына шығарып аламыз да, түк білінбей былай істей саламыз. Тамаша. Қалың жіптің әдемісін оңайлықпен шытылмайтын пайдаланамыз көбіне. Керемет. Міне, құрметті көрермендер, біз барлығын пішіп, тігіп, лекаласын жасап, енді оны ромбегінде әдемілеп тіктік. Енді ол тысты орындыққа кигізіп көрсетсек. Бәрін жинап алдық, енді қалғаны орындыққа кигізу. Аяқталған жұмысты көрудесіздер. Арнайы ішінде өзінің жібі болады, артқы жақта байлап қою үшін. Байлап қою үшін, қаттырып. Түсіп қалмасы үшін. Қозғалмау үшін, жақсы отыру үшін, ыңғайлы болу үшін. Осымен осы біткен түрі. Керемет, керемет. Көп рахмет сізге. Айнаш ханым, сізге көп рахмет. Жұмысыңызға тек береке тілеймін, мереке тілеймін, табыс тілеймін. Рахмет. Көп рахмет. Ардақты ағайын, бірге таңдаймыз бағдарламасы және де авто әуесқой Айдары. Бізбен бірге болыңыздар, арна қосылы болсын.